Әне-міне дегенше... Міне, алма жинайтын күнде келіп жетті. Қандай керемет амалдар. Нарттай қызыл, өзі шырынды екен. Мұнысы тағы не? Мыналар қайтып келіпті ғой. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Жарғанаттар. Назар аударыңдар. Бүгін алма жинайтын күн. Тұяқты жануардың бәрі осы науқанға дайын болсын. Түсінікті ме? Сабаңа түс, Applejack. Сабаңа түс? Қалай сабама түседі екем? Жеміс шырынын соратын жарғанаттар алма бағын түгел жайпап жатыр. Оларды батыстағы бақта ғана бола ма десем? Бұл жарғанаттар сендер күнде көріп жүрген жарғанаттар емес. Бұлар жеміс шырынын соратын сорғыш жарғанаттар. Бірақ менің әдемі алмама ауыз сала алмайды. Бұл біздің Апалуза штатындағы азық-түлік байқауына қатысатын алма. Алманың бұлай өсіп шығу үшін қаншама уақытпен күтім керек екен білесіңдер ме? Applejack, алма деп осын айт. Ал әлгі жарғанаттар менің алмамның жүзім сияқты солып қалғанын қалайды. Бұл алманың сен үшін қаншалықты маңызды екенін түсіндірсек тиіспейтініне сенімдімін. Иә, дұрыс. Олай болса сен байқап көр. Кешіріңіз жарғанат мырза, сізден бір өтінішім бар еді. Біздің мына үлкен алмамызға тиіспей қойыңыздаршы, өтінем. Иә, ол не деді? Иә деді. Бірақ бұл жоқ дегенді білдіруі де мүмкін. Жеміс шырынын соратын мұндай алып жарғанаттарды алғаш көруім. Олардың тілін түсіну үшін маған біраз уақыт керек болды. Иә, ол уақытта бұл зиянкес пен оның достары менің әдемі алмамды бүлдіріп тастайды. Бақтағы басқа алмаларды да зақымдайды. Бұл жарғанаттарды құбыжықтар тобы десек те артық емес. Құбыжықтар тобы? Бұл тым дөрекі емес пе? Олай ойламайсың ба? Жоқ, дөрекі деп ойламайым. Жарғанаттар алмаларды шет-шетінен жалмайды. Сосын аздап дем алған соң қайтадан алқапты жайпайды. Мына зиянкестер ештеңеден қорқпайды. Қалай енді болармен күресемін. Кідіре тұршы, бір мәселе тағы бар. Қорғамасам оларды, әділетсіздік сол болар. Оларды перзенттерін асырап, қамқор болып әрдайым жүреді. Олай болса сөз беріңдер, өздерің мейірім дедіңдер. Жарғанаттың мақсаты бір, ол алма бағын бүлдіру. Міне, қара, ол бізді ойлайма, қуып жіберу керек оларды. Сұмдық сөздеріңді айтпа, олар отбасына адал. Алма дәнін жерге шашар. Одан да қаш келе жатыр әне. Олар сүйкімсіз әрі зұлым. Ағаштары міне жеміссіз қалды. Жайқалар әлі алма бағыңда. Астан кестең болды бәрі де. Еркінсінген зиянкестердің көздерін құрту керек. Дұрыс айтасың, Рерити, оларды қуып жіберу керек. Жарғанаттар тым шектен шықты.
Бұл істері болмады тіпті. Қуыңдар, қуыңдар, бұл жаққа келмейтіндей. Қуыңдар, қуыңдар, бұл жаққа келмейтіндей. Қуыңдар, қуыңдар, бұл жаққа келмейтіндей. Жарғанаттар тым шектен шықты. Қуамыз бұл жаққа келмейтіндей. Кешір, Флаттершай, бірақ меніңше Эпплджек бәрін дұрыс айтты. Жеміс шырынын соратын жарғанаттар сондай сүйкімсіз. Бау-бақшаны түгел жайпамай тұрғанда көздерін құртайық. Бәрін қуып шығайық, бәрін! Кешіріңдер, оларды қуып шыққанша бақтағы жемістің жартысын берсек қалай? Флаттершай, сен не деп тұрғаныңды білесің бе? Мұнда аш болғандықтан келді ғой. Арнайы қорық жасап берсек, өз алмасын жер еді. Ал біраз уақыттан кейін тіпті де алма өсіруге көмектеседі. Жарғанаттар алманың дәмін жемейді, түкіріп тастайды. Содан кейін олардан бұрынғыдан да үлкен алмалар өсіп шығады. Бері қара, Флаттершай, оның дұрыс қой әрине. Бірақ біздің қорық жасауға арнаған әр секундымызды олар алма бағын бүлдіруге жұмсайды. Бұл уақытта жемістің бәрін іске алғысыз ғып үлгереді. Өткен жолы нағыз апат орнады емес пе? Смит әжей маға бұл туралы талай хикая айтқан. Әжем сол жылы жеміс бағындағы үлкен бір аумақтан айырылып қалғанымызды айтты. Ал алма шырыны ше? Алма шырыны болды емес пе? Жоқ, бір тамшы да болған жоқ. Алма шырыны болған жоқ па? Онда бұл құбыжықтарды дәл қазір қуып жіберуіміз керек. Егер Смит әжей Эйпл Блуммен және үлкен Макпен бірге бізді Аппалузадағы байқауға тіркеу үшін кетпесе, дәл осылай істеуді бұйырар еді. Кешір, Флаттершай, бірақ меніңше Эпплджек дұрыс айтады. Оларды алмаларды жемеуге көндіретін басқа амалдың болмаған өкінішті. Дегенмен... Сонымен, менде екі жаңалық бар. Жағымды және жағымсыз. Жағымды ол сорғыш жарғанаттардың алма шырынына деген тәбетін жоятын сиқыр түрін таптым. Бірақ бұл сиқыр әсер ету үшін олардың назарын өзіме аударуым керек. Жоқ. Флаттершай, сен жарғанаттардан көз алмай қарайсың. Жоқ, мен білмеймін. Не болып қалды? Бұл әдісті талай қолдандың емес пе? Иә, бірақ бұл жеңіл желпі нәрсе емес. Бұл әдісті енді қолданбаймын деп ант еткем. Тек төтенше жағдайда ғана. Бұл мен үшін төтенше жағдай. Мен үшін де. Алма шырынын ойлаңдаршы. Тым құрса, алма шырыны жайлы ойлаңдар. Кешіріңдер, тек маған жарғанаттарды сиқырлау керек деген ұсыныс ұнап тұрған жоқ. Сол үшін жаратылған тіршілік иесі ғой, меніңше бұл дұрыс емес. Егер олай істемесек, Паннивилде еш қайсымызға алма қалмайды. Бұл дұрыс па сонда? Сонымен, не болды, Флаттершай? Жарғанаттарға қарайсың ба, жоқ па? Жарай, сенің айтқаның болсын. Дұрыс, жиіркенішті жарғанаттардың жағына шығып кетпейтініңді білгем. Олар соншалықты жиіркенішті емес. Менің есебімнен алма шырыны болсын. Сол жерде тұр. Алдымен жарғанаттарды бір жерге жинау керек. Уақыт кетіп барады. Қолға түстің бе бәлем? Жарайсыңдар, меніңше бәрін ұстадық. Бәрі қолға түсті, енді тесірейіп қара. Бірақ бұл өте қажет пе? Жарайды. Сендерге бұлай істегім ақ келмейді. Мені кешірерсіңдер деп үміттенемін. Кешіріңдер. Жақсы, енді сенің кезегің. Жақсы.
әлсіреп қарамай қойсаң да болады, Флаттершай. Қалай іске асты ма? Бұған көз жеткізудің бір ғана жолы бар. Менің өнімім аман қалды. Қыз алма шырынын ішетін болды. Көмектескенің үшін көп рахмет. Сен болмасаң қолымыздан келмес еді. О, не дегенің, Эпплджек? Қуана көмектестім. Рас айтам. Енді алма бағын алма қалдықтарынан тазарту ғана қалды. Ал таңертең өнім жинаймын. Алма жинау күні. Тәтті де шырынды алмаларды жинайтын уақыт келді. Сиқырлағаннан түк шықпады. Дұрыс айтасың, бұл сиқырдан ештеңе шықпады. Меніңше бір маңызды шара қолдануымыз керек. Ха, сені түсіндім, Эпплджек. Қане понилер алға. Әлгі жарғанаттарды іздеп табайық. Тоқтай тұр. Бұл жолы алмаларымның шырынын сорған жарғанаттар деп ойламайм. Бірақ бұл алманы жарғанаттар жемесе, Онда не жеп жатыр? Флаттершай, сен жан-жануарлар жайлы жақсы білесің ғой. Мұндайға қабілеті бар басқа тіршілік иесі бар ма? Кешіріңдер, мен білмеймін. Мұны анықтаудың бір ғана жолы бар. Алманы жеген жануарды ұстап алу. сонда оны қалай ұстаймыз? Аңдейміз. Маңызды сәт туды. Осының бәрін доғарсақ қайтет? Сендерді білмейм, бірақ менің алма жегім кеп барады. Флаттершай, бәрі жақсы болады. Ұмытпа, бұл істі бәріміз бірге анықтаймыз. Ол рас, құпияны білмейінше бақтан ешкім кетпейді. Келсесіңдер ме? Келісеміз. Пони белгілер бәріңде бар ғой. Есіңде болсын, Пинки Пай. Күдік туғызатын бірдеңе байқасаң, белгі бер. Түсіндім. Күдік туғызатын бірдеңені байқасам ғана. Не істеп жатырсың? Жарайды, понилер, бөлінейік. Әркім өз аумағын бақылауға алсын. Менің алмаларымды білдірген нәрсе осы маңда болуы керек. Ішім бір жамандықты сезіп тұр. Шынымен де бір сұмдықты сезет. Мына алманың маған тәтті әрі шырынды болып көрініп тұрғаны-ай. Бұл не нәрсе? Бұл менің күдігімді туғызды. Белгі беретін уақыт келді. Бұл кім? Жарайды. Төбемдегі түсініксіз қара сұлба үшін алаңдаудың қажеті жоқ шығар. Әлде қажеті бар ма? Рейнбоу Дэштің жағдайы қалай екен көріп келейін. Бұл кім? Жауап бер. Әйтпесе өкініп қаласың. Жарайды. Өзің біл. Сен бақшадағы қарауыл екенсің ғой. Эпплджек, не болып қалды? Мына нәрсе күдік туғызды. Флаттершай? Юху! Флаттершай! Бұл Флаттершай емес. Бұл жарғанат. Ол жерден түсіріп алуымыз керек. Флаттершай, өтінем, түсші. Және жарғанат болғаныңды қой. Өтінем.
Флаттершай, бұл мен ғой Рейнбоу Дэш. Сүйкімсіз жарғанат болғанды қойып, төменге түс. Ой, жарайды, қоя салайық. Өзі дайын болғанда түсетін шығар. Флаттершай жарғанат қайналды. Қашыңдар! Пинки Пай, сабаңа түс. Көрдің бе? Ол қайтадан бұтаққа ілініп тұр. Ол оңтайлы сәтті күтуде. Бізді бас салуға дайындалып тұр. Пинки Пай, жарғанаттар пони жемейді. Тіпті мынау сияқты сорғыш жарғанат болса да. Мүмкін сорғыш понилер пони жейтін шығар. Өміріме қауіп төндіретін жайым жоқ. Бұл қалай болғаны? Сен бұйырмасын. Меніңше бұған біз кінәліміз. Біз кінәліміз бе? Сонда мұны қалай түсінуге болады? Қараңдар, бұл мен. Мынау жарғанаттар, ал мынау оларға қарап тұрған Флаттершай. Сиқыр жарғанаттарға әсер етуі тиіс еді, осылай. Бірақ сиқырдың кері әсері болған сияқты. Ол жеміс шырынан соратын жарғанаттардың алма шырынына деген тәбетін жойып, Флаттершайдың тәбетін оятты. Жүріңдер, оларды қайта сиқырлап, бәрін ретке келтірейік. Олай болса не күтіп тұрмыз? Мына құбыжық бәрімізді жеп қоймай тұрғанда Флаттершайды құтқарайық. Жатыңдар, Пинки Пай сонынан бар. Жүріңдер, оның соңынан ерейік. Досымыздан айырылып қалғанымызға сен алмай тұрмын. Флаттершай, қайдасың? Абайла! Бұлай жалғаса берсе, өнімін көзді ашып жұмғанша түкке жарамай қалады. Мен алаңдататыны ол емес. Мен досымды қайтарғым келеді. Мына түрімізбен оны ешқашан қайтара алмаймыз. Сиқырдың күшін жою үшін оны ұстап алу керек. Міне тұр. Ұшып кетті. Одан пайда жоқ. Меніңше оны ұстап алудың жалғыз жолы біздің жанымызға алдап әкелу. Тіпті жанымызға алдап әкелсек те, сиқырдың күшін жою үшін оны ұзақ уақыт бойы қозғалыссыз жатуға қалай мәжбүрлейміз? Флаттершай жанымызда болғанда жарғанатқа өткір көзімен бір қарар еді. Дұрыс. Жарайды, қане, досымызды қайтарайық. Орындарыңа барыңдар. Аппалузадағы жәрмеңкеге қатысатын алманы да құрбан ететін болдық. Міне, келе жатыр. Мен қайдамын? Ортамызға оралғаның жақсы болды. Аман болғаның қандай жақсы. Бірақ маған не болды? Сен шырын сорғыш пониге айналып кеттің. Пониді жемек болдым ба? Иә, әрине. Демек мен шырын сорғыш болдым ғой. Иә. Иә дегенің болдым ба, әлде болмадым ба? Иә, болдың. Бірақ пони жемедім ғой. Иә, жемек болдым ба? Жоқ, шатасып қалдым ғой. Мен де. Бірақ мен бәрін көріп тұрдым. Флаттершай, о бастан сенің ұсынысыңды қабылдамағаныма өкінем. Ұмытпа, енді сенде бұрынғыдан да үлкен әрі тәтті алма беретін тұқым бар. Демек, менің ойлағаным болады ғой. Иә, және алма шырыны да көп болады. Мен сиқыр жайлы Флаттершайдың жарғанатқа айналғаны туралы жаздым. Қорық салу ұсынысы туралы да. Асығыс қорытынды жасағаным, ақылға қонымсыздау болғанын мойындағанымды да қосып қой. Сені ешкім де өзің дұрыс емес деп санаған нәрсені істеуге мәжбүрлей алмайды. Кейде тіпті ең жақын досыңа да жоқ дей білу керек.
Несі бар? Олай болса, адал достығымызды тәтті де шырынды алмамен атап өтуге қалай қарайсың? Мен алманың шырынын сорсам деймін. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.